Дінтанушы, психолог және заңгер 114 қауырт желі нөміріне түскен сауалдарға осы мамандар жауап береді. Мамандардың міндеті теріс діни ағымнан зардап шеккендерге көмек көрсетіп, дінге қатысты мәселелерді жан-жақты түсіндіру. Қауырт желінің жұмыс істей бастағанына 2 апта болды. Сол уақыттан бері орталыққа түрлі мазмұндағы 300-ден аса қоңырау шалынған. Орталық коммуникациялар брифингіне қатысқан Дін істер агенттігінің төрағасы жұртшылықты тағы бір жобамен таныстырды. Бұл Е-ислам порталы. Оның міндеті діни құндылықтарды түсіндіріп, теріс пиғылды діни идеологиядан сақтандыру. Сайт бетінде кітап қоры бөлімі бар. Бүгінде бұл жерден 1000-ға жуық ислам дініне қатысты әдебиет топтамалары жүктелгені белгілі. Сондай-ақ агенттік басшысы діни экстремизмді уағыздайтын сайттарды жабу басты назарда екенін атап өтті. Біздің жұмысымыздың бір бағыты осы интернеттегі сондай экстремизмді насихаттайтын, терроризмді насихаттайтын, жихадты дұрыс көрсетпейтін, соғысқа шақыратын сайттарды тауып алып, оларды әлбетте құқық органдары арқылы жабу. Мысалға айтсақ, былтыр біз 50-ге жуық сондай сайтты жапқанбыз. Биылда да сондай жұмыс жалғасуда.